Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жол белгілері. Оқу мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу, сын есімді зат есімнің орнына қолдану. Жол белгілері деп отырғанымыз көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүрушіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру мақсатында көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер екен. Жол белгілері 7 топқа бөлінеді: ескерту белгілері, басымдылық белгілері, тыйым салу белгілері, міндеттеу белгілері, ақпараттық көрсеткіш белгілері, қызмет көрсету белгілері, қосымша тақтайшалар. Соның ішінде оқушылар ескерту белгілеріне тоқтала кетейік. Жолдың қауіпті бөлігінің жақындағанын хабарлайды. Ол айналасы қызыл жолақпен көмкерілген ақ түсті тең қабырғалы үшбұрыш түрінде жасалып, ортасына қауіп түрін айқындайтын шартты белгілер салынады екен. Басымдылық белгілері көше қиылыстарын, жолдың жіңішкерген бөлігін, кесіп өту кезегін белгілейді. Олар пішіндері мен түстері әртүрлі 9 жол белгісінен тұрады. Тыйым салу белгілері жолдағы көлік қозғалысына белгілі бір шектеулер енгізеді, немесе бұрын қойылған шектеулердің күшін жояды. Олардың пішіні дөңгелек болады. Шеті қызыл жолақпен көмкеріліп, ақ түсті ортасына тыйым салатын шартты белгілер көрсетіледі екен. Оқушылар, жол белгілерімен таныс болсақ, ендеше оқулығымыздың 114-ші бетіндегі жол белгілері деп аталатын мәтінді мұқият оқып шығамыз. Және 8-ші тапсырмаға назар аударамыз. Жол белгілері туралы мәтіннен сын есімдерді тауып дәптерімізге жазамыз. Келесі тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді оқып, жағдаяттарды анықтаңыздар. Сол жерде болуы тиіс жол белгілерінің суретін салыңыздар, немесе не істеу керектігін айтасыздар. Бұл тапсырманы балалар ауызша орындаймыз. Келесі тапсырма, 10-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып жазыңыздар. Оқулығымыздың 116-шы бетіндегі 12-ші тапсырма. Жол ережелеріне қатысты құрамында сын есімдері бар жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді тауып дәптерлеріңізге жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.